21 ғасыр мұсылмандардың бір қараңғы ғасыры болып есептелетін ғасыр шығар енді, қателессем Құдай кешірсін. Мұсылмандар біз барлық жақтан артта қалып кеттік қой білімнен. Мынау дүнияви білімнен артқа қалып кеткеніміз өз алдына өзіміздің дінімізден де хабарымыз болмай қалды ғой ағалар. Өкінішке орай. Сондай надан болып қалдық. Енді осы ғасырда қазір шайтанның бізді алдауы өте оңайда. Ғұламалардың айтуынша 100 білімі жоқ адамнан бір білімі бар адам шайтан үшін өте қауіпті, шайтан үшін өте қорқынышты екен ғой. Біз 100-5 уақыт намазымызды оқып, тақуа болып, зікір жасап жүрсек, бірақ біліміміз болмаса, шайтан бізден қорықпайды екен. Ал қашан біз білімге қарай бет бұратын болсақ, білім ала бастасақ, сонда бізден қорқады екен ғой. Өйткені білім деген нәрсе ол жәннаттың жолы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекер айтпаған бауырлар. Білім деген инемен құдық қазғандай дейді. Сондықтан да ғалым болмасаң сол білімнің жолында жүр, шәкірт бола алмасаң, еш болмаса сол білімді адамдармен білім жолында жүргендерді қолдаушы бол, төртінші орын жоқ басқа. Мұсылмандар сол үшеуінің айналасында жүру керек қой. Не өзің ғалым емессің, не шәкірт емессің, не шәкірттер мен ғалымдарды қолдамайсың, не оларды жақсы көрмейсің. Сонда кім болды сонда? Одан надан болып шайтанның жетегінде кетеміз.